112 бұл нөмірді кез келген адам білуі керек. 112 бірыңғай кезекшілік диспетчерлік қызмет нөмірі оған қандай қызмет қажет екендігін ойланып тұрмастан, төтенше оқиға кезінде жедел хабарлау үшін жасалған. Сондықтан егер сіз күрделі жағдайға тап болсаңыз, немесе апаттық жағдайдың не өрт оқиғасының куәгері болсаңыз, онда сіз 112 нөміріне қоңырау шалуыңыз керек. 112 нөміріне байланысу тегін. Төтенше жағдай орын алған кезде, желі байланыс аясынан тыс жерде болса да, сіз 112 нөміріне хабарласа аласыз. Ұялы байланыс есебінде қаражат болмаса да, тіпті сим картаңыз жоқ болса да, 112 нөміріне қоңырау шалу жүзеге аса береді. Стресстік жағдайда тұрғаныңызға қарамастан, диспетчермен байсалды және нақты сөйлесуге тырысыңыз. Шұғыл қызметтің 112 телефон нөмірі, өртке қарсы қызметі, полиция, жедел жәрдем және тіршілікті қамтамасыз ету қызметтерін шақыруға арналған. Осы мақсатта Қызылорда облысының тұрғындарына Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылықтар кодексінің 432 бабына сәйкес жалған шақыру 112 қызметін. Бұл қылмыстық және әкімшілік жауапкершілік қаралатын. Сонымен қатар бейнесіз уақытта шұғыл қызмет телефон нөмірлерін пайдаланбау мақсатында түсіндіріп айтып өткім келеді. Олар әрбір қысылтаяң сәттің артында адам өмірі тұратынын біледі. Су тасқыны, апат, тіпті қарапайым тұрмыстық мәселелерде ең бірінші 112 нөмірін теріп, құтқарушылардың көмегін сұраймыз. Қиындыққа қарамастан олар зардап шеккендерге бірінші болып көмек көрсетеді. Лаулаған оттың ортасына кіреді, қансыраған адамды құтқарып, қатыгез қыстың аязында қалғандарға қол ұшын созады. Бұл олардың күн сайын жасайтын ерлігі. Төтенше жағдай кезінде жұмыстың дұрыс үйлестірілуі және ұжымның ауызбіршілігі аса маңызды. Құтқарушылар өңіріміздің кез келген жеріне жедел көмекке келуге дайын. Адам өміріне қауіп төнген уақытта еш кідіруге болмайды. Қарапайым құтқарушыдан мамандандырылған жасақ басшысының орынбасары лауазымына дейін көтеріліп, жас құтқарушыларды тәрбиелеп, оларды құтқару жұмысына баулап, арнайы оқу-жаттығу жұмысының жобасын құрумен айналысатын оңтүстік өңірлік аэроұтқыр жедел құтқару жасағы басшысының орынбасары құтқарушы Мейрамбек Доспанбетов осы мамандық иесі болғандығына еш өкінбейді. Мен осы мамандықты таңдағаныма ешқашан өкінбеймін. Және де осы құтқарушы мамандығы абыройлы мамандық деп есептеймін. Және де осы күніне бірнеше рет 112 қоңырауына шақырулар түседі. Сол шақырулар бойынша құтқарушылар әрқашан шығуға дайын және өз міндеттерін абыройлы атқарады. Бүгінгі таңда өрттерден, авариялық құтқару жұмыстарында, басқа да түрлі оқиғалардан 51 адам құтқарылып, 325 адам қауіпсіз жерге көшірілген. Бүгінгі таңда төтенше жағдай қызметі өрт сөндіруші, апаттар медицинасының медицина қызметкері, құтқарушы, азаматтық қорғаныс мамандарының басын қосып отыр. Олар қыс мезгілінде аязда жолда тұрып қалған автокөліктердегі жолаушыларды құтқарса, көктемде аумақты су басудың алдын алады. Жаз мезгілінде өрт қаупі маусымы мен суға шомылу маусымында суға кету мәселесі өзекті болып табылады. Солардың бірі алдымызда келе жатқан қыс мезгілінде жылыту маусымында пеш жағу барысында көмір қышқыл газымен улануды болдырмауға әрбір тұрғын сақ болуы керек. Ол үшін өрт қауіпсіздігі ережесі талаптарын қатаң сақтап, электр және газ қондырғысын пайдалануда мұқият болуы тиіс. Осы жөнінде Төтенше жағдайлар департаменті өрт қауіпсіздігі саласындағы бақылау және профилактикалық қызмет басқармасының бастығының орынбасары Руслан Малдыбаев былай деді. Өрттің басты себебі көп жағдайларда қарапайым өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтамаудан орын алуда. Жыл басындағы жылу беру маусымында 7 көмір қышқыл газынан улану жағдайы орын алды. Осы жағдай салдарынан 21 адам жарақат алды, уланған, оның 17-сі бала. Сондықтан құрметті қала тұрғындары, тұрмыста өрттің алдын алу үшін қарапайым өрт қауіпсіздігі ережелерін қатаң сақтау қажет екендігін ескертеміз. Өрт қауіпсіздігі ережесі талаптарын сақтау өз өміріңізді, денсаулығыңызды және мүлкіңізді қорғайтын ұмытпаңыздар. Сонымен қатар пеш жағу маусымы басталар алдында пеш пен мұржаны тексеріп, жарылған жерлерін сылап, күл мен күйеден тазартып, әктеу жұмыстарын жүргізу қажет. Сонымен қатар төсек орында темекі шекпеңіздер, темекі тұқылдарын терезеден және балкондардан лақтырмаңыздар, қолдан жасалған электр қыздырғыш қондырғыларын қолданбаңыздар, балаларды қараусыз қалдырмаңыздар. Өрт болған жағдайда 101 немесе 112 нөміріне хабар беріңіздер. Үйден шығарда барлық газ және электр қондырғыларын толық өшірілгендігіне көз жеткізіңіздер.
Жыл басынан бері облыс көлемінде балық аулау кезінде 5 адам суға батып кету фактісі орын алған. Соңғы кезде балық аулаушылар саны көбеюде, қарапайым адамның кәсібіне айналып кетті десек те болады. Осыған байланысты қайғылы жағдайларды алдын алу, судағы, мұздағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында департамент қызметкерлері үнемі ел арасында үгіт-насихат жұмыстарын жүргізуде. Алдағы уақытта балық аулаушылар назарына қысқы күзгі мезгілдерде судағы, мұздағы қауіпсіздік шараларын қамтамасыз ету және сақтауды ескертеміз. Төтенше жағдай саласының қызметкерлері қарбалас жұмысына қарамастан қоғамдық өмірге және өздерін жан-жақты кәсіби жетілдіруге баса назар аударып келеді. Соның айғағы Шуырда Сыр өңірінде өткен республикалық полиглот байқауы. 2017 жылдың 9 айында облыс бойынша 52 табиғи және техногендік төтенше жағдайлар тіркелді. Осы тіркелген төтенше жағдайлар кездерінде 24 адам қаза болып, 55 адам ауруханаларға жеткізілді. Облыс аумағында орын алған төтенше жағдайларға төтенше жағдайлар департаментінің бөлімшелерінің күш құралдары 1562 рет шықты 9 айдың ішінде. Бұл былтырғы жылмен салыстырғанда 10%-ға аз. Өрт оқиғаларына 390 рет, өртке жатпайтын жануарларға 702 рет, сондай-ақ авариялық құтқару жұмыстарына жүргізуге 53 рет шықты. Сондай-ақ қазіргі кездерде мына біздің 112 телефонына қоңырау шалады, есік жабылып қалған туралы. Пәтердің ішін балдар, солар бәрі жатады. Осы шығулардың кезінде 145 адам құтқарылып, оның ішінде 89-ы балалар, мектеп жасындағы. Сондай-ақ төтенше жағдайлар аумағынан 494 адам эвакуацияланып, оның 147-сі балалар болып тіркелді. Біздің берген хабарламаға қарамастан қыс мезгілінде тұрғындар автокөліктермен басқа алыс жаққа жолға шығып кетеді. Айта кететін жағдай, жыл басынан бері осы құрсауында қалған 217 адам және 41 бірлік автотехникалар қар құрсауынан таза жерге шығарылды. Мен айтып кеттім, 9 айда 52 төтенше жағдай тіркелсе, соның көбі 24 адам қаза болды, соның көбі суда зардап шеккен деген. Жыл басынан бері суда 25 адам суға батып қаза болды. Соның өкінішіне орай 7 балалар. Біздің төтенше жағдайлар қызметінде саласына кез келген адам жұмыс жасалмайды. Мен айтып кеткендей, шығыстардың кезінде көптеген ауыр нәрселерді көтеру керек болады, жалындаған оттарға кіру керек болады, төбеден жерге секіріп түсу керек және жарақаттан адамдарға алғаш көмек көрсету керек болады. Біздің арамызға біздер қазір жұмысқа алғанда көбіне спортқа бейімді, сондай батылда жылдам шапшаң қимылдайтын тұрғындардың арасынан іріктеу жұмыстарын жүргіземіз. Біздің ішімізде бейбіт кезінде көптеген ержүректілік пен батылдық көрсетіп, талай адамдардың өмірлерін сақтап қалған қызметкерлер бар, медаль, ордендермен марапатталған. Солар қызмет атқаруда. Бұл мамандыққа кездейсоқ адам келмейді. Өйткені құтқарушы мамандығы жақсы физикалық дайындықты, жүйке бекемділігін, төзімділікті, апат алдындағы қорқынышты жеңе білу қабілеттілігін және әрине мінсіз абырой беделді талап етеді. Ержүректілік, батырлық, жанқиярлық оларға тән қасиеттер. Тек нағыз азаматтар ғана құтқарушы бола алады. Олар өздерінің басты қағидасы елге қызмет, абырой, міндет екендігін мақтан тұтады.